туып өскен жеріңіз, о да бір күйдің бесігі, күйдің алтын қазығы, мына ілең өрінде. Біз өзі арғы беттегі күйшілік туралы айтқанда, әдетте жалпыламас Бейсенбі, Қайрақбай деп, Тайыр сияқты әшімге дейін кеп айтамыз да, соның айналасын көп қаза бермейміз өзі. Мына жаңа Камал атамызды айтып жатырмыз. Өзі мен байқап отырсам, мысалға Қожекенің Қоңқай, Мазақ, бұлар үлкен-үлкен мектептер ғой, үлкен-үлкен күйдің дәстүрлері осы. Дей тұрған мен әшімнің орны айрықша аталу керек сияқты, өйткені ол өзі мына бізде негізі 20-шы ғасырда болсын мына күйші композиторлар, әнші композиторлар болды ғой. Өзіне дейінгі мұраны бір бөлек бір эстетикалық биікке көтеріп, осыдан түсірмеңдер, осылай болсын бағыттарың деп кететін бір күйшілер болды. орнатып қойды, болды. Мысалға осы Жүсіпбектерді айтамыз әндесе, сол сияқты бір тұлғада бұл әшімде. Сондықтан осы өңірге бір әңгімені, әшімнің айналасына бір әңгімені бұрсам деп отырмын. Мына әшімнің айналасына да шоғырланған күйшілердің арасында кеңес күйлері нұсқасы бар сияқты сезілді маған. Дұрыс айтасың, өте бір керемет сұрақ. Сенің ұмтылжан енді әдебиет саласында болса да бағытың поэзия. Мына күй саласына да біраз ізденіп жүрген мен өзім қайран қалып отырмын. Талай жігіттер мен қыздармен сұхбат жасасып отырмыз ғой. Таудан түскендей сұрақтар қояды кейде. Енді рахмет, Тәңір жарылқасын сені. Енді әшім бұл жаңағы Шыңжаң қазақтарындағы бізге осы уақытқа дейін белгілі болған классик композиторлар. Олар туралы қалам тербеген Ақселеу Сейдімбеков ағаларымыз. Қайрақбай, Әшім, Бейсенбілер сол ахаңдардың еңбегінде, басқа музыкатанушы ғалымдардың еңбегінде жиі айтылып келді. Күйлері толыққанды келмесе де, сондай композиторлардың болғаны туралы. Ал енді өзің айтып отырған әшім күйшінің қалыптасуының бір негізі бар ғой. Әрине. Ол негіз жаңағы мазақ ақалақшы дейді. Шөпте шығатын жеріне шығады ғой. Тамырын іздеуіміз керек қой бізге. Әшімнің ар жағында, әшім енді Камал Мақай Ақсақалдың айтысы ғой, енді әшімнің көзін көрген адам. Әшім кемеліне келіп, 20-дан асып, кемеліне келіп, домбыра тартып, күй тартып жүрген кезінде іледегі құлақ естіген үлкен күйшілерді іздеп барып, батасын алған екен, күй үйренген екен деген әңгімелер айтылады. Сонда осы Іле өңірі білесің 8 аудан бір қала, орталығы Құлжа, қалған 8 аудан. Мына Нарынқолмен шекаралас Моңғолкүрө өңірінде, Моңғолкүрө текес осы өңірді билеген Мазақ деген ақалақшы болған. Ақалақшы енді ол мансабаты ғой, Шен үкіметінің сол жақта қазақтарға берген мансабаты. Сол Мазақ ақалақшы ел басқарумен бірге үлкен күйші болған дейді. Мазақтың баласы Дәулет Мазақ деген кісі болды. Дәулет Мазақ осы жаңағы Дәулет Қалық, Камал Мақай Ақсақалдарменен бірге жүрген, қатар жүрген замандас күйші дейсіз. Замандас әкесінің күйші болған кісі ғой, Дәулет Мазақ, жаңа Мазақ ақалақшының баласы. Мазақтың біраз күйлі сол кісімен жеткен екен ғой. Енді Мазақтың күйшілігіне күмән келтірейін десең, баласы күйші болып шыққан. Жалғап отыр ғой енді. Қанынан, генінен дарып отыр. Сол Мазақ ақалақшының алдын көріп, Мазақтан күй үйренген дейді. Енді Мазақтың кеңесі бар, үлкен кеңес. Камал Ақсақал айтады, Мазақтан 3 күй жеткен екен Әшімге. Сол Әшімнен 3 күйін үйреніп алған. Екеуін Құдай атып, ұмытып қап, біреуін қалды деп, сол кеңесін мен Мазақтың кеңесін Камал Ақсақалдың қолынан үйрендім. Енді ол Мазақтың кеңесін тыңдап отырсаң, Әшімнің кеңесі сияқты. Сарындастықтар байқалады. Сонда Мазақ Әшімнен емес, Әшім Мазақтан үйренген, Мазақтан алған деген әңгіме ғой енді. Бір-бірін дамытып, бір-бірін жетілдірген ғой. Әшімнің кеңес күйлерінің қалыптасуына Мазақтың қолтаңбасының, Мазақтың мәнерінің ықпалы болды деген сөз. Дұрыс айтасыз. Ал енді Мазақтың екі күйде үлкен бір жүлгелестік бар, айта беріңіз. Мазақтың орынбасары Мампаң Тілеміс деген болған екен, Тоғызтарау өңірінде. Тілеміс, мен кезінде мына марқұм болып кетті, сол жақта үлкен жазушы ағамыз еді. Көп болсын Сәскин деген кісі болған. Сол кісі, сол Тілемістің елінен, ол кісіге де бардым мен материал жинап. Сол кісі осы Тілеміс туралы көп дүниелер атты. Тілеміс әуел осы съездерге кеп қатысқан дегенде тарихтар айтылады. Бәрі мүмкін ғой. Тілемісте керемет күйші болған. Ал енді Әшімнің тікелей үйренген ұстаздары Қоңқай. Қоңқай молда. Қоңқайдың күйлері енді табылып жатыр. Енді сен
Мен бір табып жүрген Қоңқайдың күйі бар еді, тартпай. Сенің мына сұрағың сол күйді неге тартпайсыз деген сияқты, неге тығып жүрсіз деген сияқты бір ұсыныс айтып отырсың. Ұмтылжан ар жағындағы ойыңды біліп отырмын. Сол Қоңқай атамыздың Қоңыр деген күйі болған екен. Бәрекелді. Бұл күйді жеткізген адамды мен айрықша айта кетейін. Дұрыс, жеткізушінің ролы ерекше ғой тарихта. Эфирден мүмкін болса қысқармай берілер. Әрине. Мына жаңағы Әшімнің үйренген ұстаздарын айттық қой енді. Әшім олардан үйреніп, Әшім өзінің тұлғасын сомдап қалыптасты ғой енді, керемет. Өзі Ленин күшшілігі, өзіне дейінгі күшшілердің барлық бір ерекшеліктерін айта беріңіз. Ленин күшшілігі екі бағытта дамыды. Қожеке күші, сосын Қоңқай. Қожекеден таралған, Қоңқайдан таралған. Мына Қожекеден таралған Албанның күшілері. Мына жақтан Қызайдың күшілері. Екі бағыттың тоғысқан жері Әшім ғой. Көрдіңіз бе? Әшім екеуін де тартқан. Екеуін де синтездеп бойынан өткізіп, жаңа әлем жасаған ғой дейсіз. Әшімнің дәуіріне екеуі де жеткен жаңа күшілер арқылы. Көрдіңіз бе? Міне, үлкен Әшімнің ұлылығы, ерекшелігі осында болып тұр. Әшімнің құдіретінің несі. Ал енді Әшімнің жеткізген мұраларын кәсіби деңгейге жеткізген ол Камал Махан. Әрине. Кім не де сол десін білесің. Камал атамыз көзі тірі Әшім ғой енді. Әшім, көзі тірі. Енді осы Қоңқай күйшінің күйлерінде зерттеп, соңғы кезде жарыққа шығарып жүрген адамның бір осы Камал Ақсақал. Көптеген мақалалар 90-ның 6-7-еуіне келді, әлі мақала жазып отыр. Құдай қуат берсін. Енді осы Қоңқайдың қоңырын мына Әшім қалыптасты, Әшімнен қаншама шәкірттер үйренді. Камал Махайдан басқа. Мен бірнешеуін көрдім осы. Енді соңғы кезде мына Күнес өңірінде өткен кім деген Дәулетқан деген күйші болған екен. Қазір мына Күнестегі мәдениет үйінде домбырашы болып қызмет атқарады Дәрмен Дәулетқанұлы деген ағамыз бар. Осы жаңа Мұран Ақатай бәрі бірге оққан домбырадан. Сол кісі мен бір экспедицияға барғанда Ардаби менің әкем Әшімнің шәкірті болған Дәулетқан деген кісі. Осы жерде Көнекөздің бәрі біледі. Менің әкемнің Әшімнің шәкірті болған. Енді осы кісі Қоңқайдың қоңыры деген бір күйді тартып жүрді. Мен қолынан үйрендім. Осы күйді сен жазып алсаң болады деп, сол Дәрмен ағамыздан осы күйді жазып алдым. Өзінің орындауында. Әрі үйрендім орындауын тыңдап. Сол Қоңқайдың қоңырын тыңдарман қауымға ұсынайық. Бірінші рет тартылып отырған. Бірінші тартылып отыр бұл. Бәрекелді. Дәрмен Дәулетқанұлы ағамыздың орындауындағы.
керемет. Қоңыр десе қоңыр. Сондай бір жылы күй екен. Жүректі қытықтайтындай бір мейірімді күй екен да. Иә, күйдің несін қарамайсың ба? Толық фактурасы, мына формасы керемет дамыған. Сондай күй. Бүкіл пернелерді қамтып жатыр. Иә, мына Қоңқайдың күйлері туралы біздің елде енді қазіргі таңда іздеу жасап, жаңа зерттеп жүрген кісілердің бірі бұл жаңа Мұрат Әбуғазы ағамыз. Соңғы кезде ана арғы беттен бір Қоңқайды жинап, бұрыннан зерттеп жүрген кісілерден материал келіп түсті деді. Ол кісінің мақаласын жазды Қоңқайдың. Міне Қоңқайдың осы бір күйінен ақ заманында қандай күйші болған. Дұрыс айтасыз. Әшімнің бесігі көрініп тұр, осы күйден көрініп тұр. Әшімнің анау күй шақыртқы деген күйлері бар, осы сарында тура, осы қоңырдан алған сияқты. Міне Дәрмен Дәулетхан ағамыздың орындауында жеткен жаңа күйлердің бірі. Бетін өзің ашып отырсың ұмтыл бүгін. Сауын өзің кесіп. Бәрекелді. Бүгінгі бағдарламамыздың осы ерекшелігі де осы болайын деп отыр. Аса қуаныштымын. Осы тақырыбымыз індетіп айтсақ кішкене. Қоңқай тану дейміз, енді Қоңқай күйлерін зерттеу осы соңғы кезде жақсы жұмыс істеліп жатыр. Мен арғы беттегі балалардың материалдарын қарап көріп отырам. Жаңағы Қоңқай мен Қожеке дедік қой, жаңағы екі бағыт. Иә. Осы енді Қожекеге келерміз мүмкін. Болмаса Әшімнің күйінен көреміз ба? Иә, мұна Әшімдерді жиі тартып жүрмін ғой. Әшім Қоңқай. Бір-бірмен тығыз байланысты. Енді мұна Қорғас өңірінде менің өз туып өлкен, өскен өлкем. Қорғастан біраз ағаларымыз шыққан білесің. Жақып Мырзахан ағамыздың елі. Тергеусіз Бәлекейұлы деген атақты күйші өткен екен. Атын естиміз біз. Иә, Тергеусіздің күйлерін осы Шалқар радиосында күйдің бірден бір жанашыры болып жүрген Сәрсенғали Жүзбаев ағамыздың хабарында мен арнайы тарттым. Ел, халық жылыға бұлдап Тергеусіздің күйлерден Қоңқайдың күйлері сияқты сүйекті күйлер ғой, керемет. Енді осы Тергеусіздің күйлерін жеткізіп жүрген бір ұстаз ағамыз бар сол жерде, Өмірбек Садырбай. Осы заманғы күйші, бірақ енді тартысы, Шертпе күйдегі қолтаңбасы бөлек. Ауылда, Сарбұлақ ауылында осы домбырамен ұрпақ тәрбиелеп отырған ағамыз. Бұл Тергеусіз Әшімнің бұрын өткен адам ба? Замандас ба? Тергеусіз Әшімнен кейін. Әшімнен кейін өткен. Жоқ, Әшімнен бұрын өткен. Тергеусіз Әшімнен бұрын өткен, кешіріңіз. Әшімнен үлкен жасы. Осы бір күй ғой деймін, қателеспесем, жетіп отырған. Бірнеше күйлер бар ма? Жоқ, бірнеше күй жетті ма? Енді болашақта әлі іздестіру керек дейсіз ғой? Әлі де бар күйлер, бірақ соны тартып шығарамыз ғой, Құдай қаласа. Дұрыс. Бар қолда, нотаға түсірдік. Енді жаңағы айтқан еңбектерде Құдай қаласа жарық көреді, дайын болды. Енді сол Тергеусіздің күйлерін жеткізіп отырған жаңағы Өмірбек ағамыздан бір күй тартып берейін. Әрине. Бұл да тартылмай жүрген күй. Халық тыңдасын, бағасын берсін дегендей. Тергеусіз жаңағы Өмірбек Садырбайұлының өз күйі Таң жарыққа арнау деген күй. Бәрекелді. Сон тартып берейін. Әйгілі Таң жарық ақынға арнаған. Бәрекелді. Әбшір.
бұл жаңағы тергеусіз бәлекей ұлы туралы айттық қой. Тергеусіз жақында білесің, мен егемен Қазақстанға Абайдың 5-ші күйі туралы мақала жаздым. Сол тергеусіз арқылы жеткен күй. Тергеусіздің Қуанышбай деген атақты күйші баласы болған. Бұл Қуанышбай тергеусізді Әшіммен кездескен, көрген. Сол Қуанышбайдың орындап кеткен үнтаспасынан таптым мен оны 80-ші жылы. Абайдың ақ толқыны деп тартып. Жанғали Жүзбаев ағамыз нотаға түсірді, тартып жүр. Енді сол тергеусіздің мұрасын және бір жеткізген адамдар Мәлік Әлиақынұлы деген күйші атамыз бар еді, сол Сарыбұлақ өңірінде. Тергеусіздің Қуанышбай деген баласымен замандас болған. Қайтыс болды ол кісі. Көп мұрасын сол Мәлік Ақсақал жеткізді соңғы. Сосын тергеусіздің немересі болып келеді. Сатыбалды Ыбырайұлы деген, тергеусіздің Ыбырай деген баласынан туылған Сатыбалды деген ағамыз да тікелей ұрпағы ғой енді. Осы тергеусіздің мұраларының бізге жетуіне, табылуына. Тергеусіздің біраз күй жетуге тиісті екен онда. Үлкен әулет қой бұл. Үлкен әулет. Ел басқарған адам кезінде ана мөрімен кәдімгі өзінің маңайында бәленбай орынбасарларының мөрі басылған үлкен архивті де таптым мен. Мысалға, сондай енді үлкен өзің айтқандай әулетті. Өскен сондай, күй қонған әулет қой. Осындай күйлер табылып жатыр. Бәрекелді. Енді бұрын әртүрлі ғылыми еңбектерден атынған естіп қалатынбыз, осы тергеусіз атамыз осындай күйші болыпты деп, осы тізімдіктердің арасында ғана жүретін негізі бұрын. Енді міне бір емес бірнеше күйлер жетіп, өзің себепкер болсыз ғой. Шүкір тәуба. Әңгімеңізді сабақтай беріңіз. Мына арғы бетте қазақтардың күйшілік өнері туралы айтқанда үлкен бір шоқты биік тұлға бұл Бейсенбі атамыз ғой. Күй атасы деп айтады ол жақта. Күй атасы деген атты халық берген, бекерден бекер бермейді. Өз ел басқарған баяғы Тарбағатай мен Алтайдағы елді бөліп билеген 4 төбе бидің бірі болған дейді заманында. Күймен төрелік айтқан. Енді Бейсенбінің заманы жаймашуақ заман ғой. Ел басында ешқандай проблема, мәселе жоқ. Жердау мен Жесірдауынан басқа дейсіз ғой. Жердау, Жесірдауынан басқа. Сол Бейсенбі атамыздың да күйлер өте көп. Енді ана тарихы ардақ адам ғой. Сондықтан бірнеше орындаушылық мұрагерлері жетпей болғандығынан, мұрагерлердің үзіліп қалғандығынан, мысалға Әшімнің күйін Камал Мақай тікелей жеткізіп отыр ғой. Сол сияқты емес, аралықта бір мезет әртүрлі себептермен күйлердің жетпей қалуына байланысты Бейсенбінің күйін әркім әртүрлі тартып сондай бір нұсқалар қалыптасты. Енді қалай дегенмен де бәрібір Бежеңнің күйінің шоқтығы биік. Бежең деп айтады ел еркелетіп. Әрине. Сол Бежеңнен Бейсенбі атамыздан бір күй тартып берейін. Екі қызы қайтыс болғанда екеуім деп тартқан күй дейді. Немесе кеңестің бір тарауы деп айтады. Бейсенбінің кеңес. Кеңес күйлері жоғары ғой. Шыңжаң қазақтарындағы күйшілік өнердің ішінде бір зерттейтін дүние мына кеңес күйлер шоғыры. Кеңес күйл тақырыбы, үлкен тақырып. Арқада 62 Қосбасар. Қосбасар секілдері. 62 Ақжелен деп айтады ғой енді. Науаи күйлер мына Маңғыстау жерінде. Сол сияқты мына арғы беттегі ағайында болашақ енді мына осы дәстүр сақталған. Осы дәстүр сақталған. Кеңес күйлер дәстүрі. Кеңес дегеннің өзі қарапайымдап айтқанда үлкен салиқалықты білдіретін. Дұрыс айтасыз. Ойлылықты білдіретін. Ойлылықты. Сол Бейсенбі атамыздың кеңесінің жаңағы нұсқасын тартып берейін. Бәрекелді. Алтайда Сетерхан Нұрмұратұлы деген атамыздың тартқан нұсқасы екен. Мен бір ескі архивтан тауып, соны тартайын деп отырмын. Бәрекелді. Бұл да өзі көп тартыла бермейтін күй. Мен бірінші рет естіп отырмын, керек болса, екеуім деген. Алғашқы екеуім деп айтады, немесе кеңес деп айтады. Бәрекелді. Алғашқы тартып отырмын енді. Бәрекелді.
керемет тартылады. Бәрекелді. Күй қысқа, бірақ өте ауыр, салмақты, зарлы, шерлі күй көрініп тұр. Мысалға, Бежеңнің кеңес күйлерінің біреуі деп айтуымызға болады, немесе жаңа екі қыз өлгенде тартқан, екеуім деп тартқан күй екен дейді ел арасында. Арғы беттен де Алтай, Іленің бойын айттық. Енді үлкен мектеп жаңағы Тарбағатай өңіріндегі. Майлы жайыр, Қоңыроба сазы дейді. Майлы тауының етегінде қазаққа үлкен атақоныс болған шұрайлы жерлердің бірі ғой. Енді бұл өлкөде мына жаңа біз айтып отырған сыбызғышылық өнер дедік қой. Сыбызғышылық өнердің ең басы осы Тарбағатай жерінде Ақымжанның мектебі деген мектеп қалыптасқан екен. Қайрақбайдан бері қарай. Қайрақбайдың өз заманында домбырамен сыбызғыны қосып тартқан адам дейді. Қайрақбай. Бұл жақтағы мына теріс бұраулы күйлердің көбі домбырада да сыбызғыда да тартыла береді. Жаңағы мен кездескен Бейілхан Қали Ақбарұлы, басқа соғыстың маңайындағы үлкен сыбызғыштардың бәрі Ақымжанның күйлері, Ақымжаннан жеткен мектеп деп сөйтіп толғап отырады қазіргі. Ол тегін емес. Бұл сол жаңағы Қайрақбайдан жеткен мектеп. Қайрақбай да жаңағы Қайрақбай сыбызғышы домбырашы болған адам ғой. Домбырашы болған, жаңа төрт төбе бидің бірі болған, шенді адам болған ғой заманында. Мына Көктұмас уезіне келіп қатысқан дейді тарихта. Күймен төрелік айтқан адам дейді. Осы Қайрақбайдан жеткен үлкен күйшілік мектеп әлі күнге дейін Тарбағатайдың бір қасиетті өнері болып қалыптасып келе жатыр. Кешегі Қизат ағамыз, Қизат Сейітқазы, өзінің қолтаңбасы бар. Енді ол кісінің баласы қазір Думан Қизатұлы ағамыз отыр, көзіндей болып, өзіндей болып. Ануаш Сүлейменұлы деген ағамызды көрдім мен Толыда барғанда. Мына кім? Айткен Бейіспайұлы. Бейіспай да атақты үлкен күйші болған ғой Тарбағатайдағы. Атақты Шыңырауды білесіздер. Енді сол сияқты көптеген күйшілер өткен. Біздің дәуірімізге дейін Сайлыбай дейді, Ақымжан, жаңағы Жұмажан, кеше мысалға мына Мұқаш ағамыз сол Тарбағатайдың тумасы. Мұқаңның өзі қаншалаған күйлерді алып келді үшін. Кешегі Уәли Бекенов ағамыздан бастап Қаршық ағамызға дейін Мұқаңды басына көтеріп сыйлады. Мұқаңның несін сыйлады, Мұқаңның өнерін сыйлады, Мұқаңның алып келген дүниесін сыйлады. Мұқаңмен бірге мына Еркен ағамыз, Еркен ағаның тартқан күйлері Қизаттың мәнерін тазалған Қизат ағамыз. Ал енді мына Бейіспайдың күйлерінде, Қайрақбайдың, сосын Бұтабай дегенде атақты күйші өткен дейді. Мына Еркен ағаларымыздың арғаталары болса керек, өзі болыс болған Қайрақбайдың Бұтабайға кеңес деген күйі бар айтылады. Немесе Бұтабайдың кеңесі деп айтылады. Осындай бір тарихи тұлғаларды 90-шы жылдардың шамасында мына Мұқаш ағамыз сол жақта сол төте жазуменен Тарбағатайдағы ар жақтағы тұлғаларды кітап қылып шығарған екен. Мен оны ғылыми зерттеу диссертациямда алдым, сілтемесін. Енді ол еңбек қой, қаншама тарихи тұлғалардың тарихын тірілтіп отыр. Енді солардың күйлері бізге келіп жетті ғой, кереметтілігімен. Кәсімбай Құсайынның өзі кемеді. Баяу сол жақтағы сал-серілердің соңғы сарқыты деп айтуымызға болады, соңғы сарқыты. Ол кісінің баласы бар қазір Аршын Кәсімбай. Ол кісі жинап теріп шамасынша әкесінің күйін дәріптеп, әкесі жеткізген күйлерді дәріптеп. Өнінге мына Кәсімбай әулеті күй қонған әулеті, Жүзбаевтардың әулеті сияқты. Кәсекең өзі үлкен ақын болған адам, сазгер, күйші, кино актер, Қасен Жәмила киносында дос болдың рөлін ойнаған білесің. Енді сол Кәсекеңнің жеткізген халық күйлерінің өзі бір төбі. Авторлы күйлер, ана Қайрақбайдың күйлерін қалай тартқан. Осы Жанғали ағаларға естіртіп едім. Ой, мынау керемет екен деді, сұмдық. Сол Кәсекеңнің өзінің орындаған қолтаңбасы мың күйде бар. Соны тыңдасаңыздар шығып тұр. Сол Кәсекеңнің орындауында мен бір жақсы көретін бір халық күйі бар. Мерген күй деп аталады. Бәрекелді. Бұл аңшылық тақырыбы ғой енді. Аңшылық тақырыбы қазақ күйлерінің ежелгі нұсқасын қалыптастырған тақырып. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Аңшылық тақырыбы. Енді қазақтың өмір бақи қазір енді қасқырды елікті мәшинемен қуғанымыз болмаса, бұл енді ата кәсібіміз ғой қазақтың аңшылық, құсбегілік. Сол мерген күйін тартып береді. Бәрекелді. Енді ана Бейіспай ақсақалдың шыңырауын бәрін тартылатын еді, енді уақыт байланысына ескі күйде бір тартып берейік.
да бір ежелгі күй екені, ескі күй екені көрініп тұр. Күйлерінің бірі. Сонымен бірге күрделі шертіледі екен. Қате. Өзі аңшылыққа байланысты күйлердің көбі зарлы келеді, дені мұң басым. Оқиға аңның жаралануы, немесе аңшының жаралануы, немесе өлім трагедиясымен аяқталуы. Кепиет деген ұғымдар осы көбінесе осы күйлердің астарында жатады. Осы аңшының зары болсын, Байжігітте де осы тектес күйлер бар ғой. Ардеке, мен енді әңгімені бір ауыз өзіңізге бұрсам, қалай болмасын. Жаңа балалық шағыңызды еске алып жатсыз ғой, сөздің басында. Мынау 2-3 шақырымдық жерге, 2 сағат жүретін жерге осы малды жайғапсап барып күй үйреніп келетін едім деп. Негізі сол енді бала кезде енді ар жақтан бірден итеріп тұр ғой енді. Бір махаббат, бір тартылыстың күші. Осы мана бір әнші кісіден естіп едім, осы Мәдениет Ешекеев ағамызда осы өзінің ауылында радио жоқ екен, мына кешкілік концерт болады ғой. Сонда осы ол кісі сол малды жайғапсап, 2 сағатта жүгіріп отырып, радиосы бар ауылдан тыңдап, бүкіл әнді құлағына құйып, сосын үйіне келіп жаны тынышталып, шайын ішіп барып ұйықтайды екен да. Сонда былай қазір ондай мүмкін емес қой, мысалы дайын дүниені өзінің қадірін білмейміз. Сонда осы күйге деген іңкәрлік, күйге деген құмарлық, осы күнге дейін жүрегіңізді осы тербетіп келе жатқан бір дүниелердің бір бастауы болу керек қой. Өте дұрыс айтасың. Соны бір әңгімеміздің түйінділер тұсында осы бір әңгімені қайыра кетсек. Мен енді өткенде Махат Садық ағамыз бір сұхбат алды менен. Ардаби енді табиғи дүние болсын, жастардың ішінде өнерде бір қолтаңбан қалып келе жатқан ұстазың жақсы азаматсың ғой дегеннен кейін кішкене шынайы дүниелер бердім сұхбат. Сонда да айттым, мен енді жеті атамыздан бізде құсбегілік керемет болған. Өзім әкемде салды, үлкен ағам Боғыбек деген қазір Алматы облысында тұр еді. Осы жаққа келгеннен кейін кішкене қолдық болды аңшылықтан. Біздің босағамызда шаңқылдап бүркіт қаршығы отыратын. Шіркін айтшы. Кішкене күнімізден өнен кейін сұмдығай қазір фотоларым бар үйде менің, осы тайтайлап жүгіріп жүргенде. Кәдімгі қасқырға түсетін тазылар болды ғой бізде. Ол тазылар текті, адам қаппайды. Жаңағы сондай ортада өстім мен. Екінші енді қазір ел көлемінде менің үлкен әкелерімді көре қалған, арғы әкелерімізді көре қалған ақсақалдар осы бара қалсам, осы мейіріммен қарайды, ой, сенің үлкен атаң осындай күйші еді Ардаби. Ауыл көлемінде тақуа болған үлкен әкеміз, намазы бар, осы уақыт. Өнен керемет күйші болған дейді. Осы көне көздердің сөзі. Менің әкемнің немесе бір жақындарымның емес. Олар да айтады әрине. Енді әркім әкесін жаман демейді ғой. Әрине. Сол тұрғыдан келгенде мен өзімнің туғандарымның айтқан емес, елдің арасында ақсақалдар бар. Елдің есінде қалып отыр ғой енді. Елдің әкемізді көз көрген. Сондай күйші ол. Өзім әкемде тартты. Біздің әулетте, енді біздің әкемізден тараған 8 баламыз, 5 ұл, 3 қыз. Өле жатқанда бір екеннің басын қайрады, ол ешқандай бір музыкалық мектепке барған жоқ. Енді осы ханнан келген шығар деп ойлаймын. Онан кейін біздің ауылда ауылда өстік қой, тойдың бар үйде болатын, думанның бар үйде болатын. Сол кезде менің осы бала күнім біздің ауылда той базардың әні деген домбырашы болып еді. Енді қазақ біз сондаймыз ғой, өліп қалғаннан кейін қадірлейміз, немесе тіпті қадірсіз кетеді. Енді қазір мен мына есімді жиып, ес біле, етек жеңімді жиғаннан кейін әзір ойланам ғой енді. Неше түрлі ой келеді. Сонда мен көрген атан күйші, енді сұмдық күйші екен. Енді артық айтсам, Құдайға бір қарсылық сөйлеген сияқты болатын шығармын. Өкінем. Шіркін, ай, сол кісі қазір болса ғой. Тым болмаса сол кісінің орындауын бір алып қалатын едік қой. Сақтап қалатын едік қой. Осы өкініш қазір. Бұл ауылда қазір жоқ ол кісінің, мен білем. Онан кейін ол кісінің бір қасиеті мырза адам еді. Өзі дегдар дейсіз ғой. Шалқып жүреді, анда-санда арақ ішіп қоятын, енді оны өтірік айтуға болмайды. Бірақ бас аяғы таза, дегдар. Онан кейін бала күнімде көрдім, мына көп адамдармен сөйлесе бермейді. Оң сөйлесең қырсық сөйлеп. Сонда тәмсіл таралып кеткен. Ой, ана той базардың әтене ұқсап қырсық сөйлеп деп. Сонда мен ойласам, ол қырсық емес. Оның бойында үлкен өз қасиетін білгеннен кейін бәлсін ойында осы сыймай тұрған өнер бар екен ғой. Соны маңайындағы біз сендер не білесіңдер деп тұр ғой. Біз соны бағалай алмаған екенбіз ғой. Шіркін. Ой, атан деп бір адам мысалға сонан үйренсе ғой. Осы Тәттімбеттің сар жайлауын тартқанда бар ғой. Солқылда да бар. Сұмдық еді.
Сонан кейін қаншама. Сосын мына осы сарындар құлақта қалып отыр ғой сіздің. Иә, мен енді жаңа ғана өзімнің ауылымнан, оқып жатқан ауылымнан әкем оқытпай, сен домбыра үйренуің керек, сенде талант бар деп, көрші ана тауға жақын бір ауыл бар. Кеген фермасы дейді. Сол жерге мені оқуымды ауыстырды. Домбыра үйрену үшін. Жаңағы Мәлік Шипан ақсақалдың баласы Асқар мұғалім сол жерде музыка мұғалімі. Сол кісінің қолына барғанда сол ауылда Есіркесін деген кісі бар. Қазір бар тірі. Алла қуат берсін. Сол кісі де керемет талант. Ол кісілер мына Әліпбек күйшіні білесіз? Иә. Сол кісінің орындауын керемет дәріптеп сөйтіп жүретін бала. Енді Есіркесін ағамыздың тартпайтыны жоқ еді. Мен осы кісіні мен барсам іздейтін шығармын. Алла дәм татып. Енді ана әтән жарықтық. Біздің елден шыққан бір керемет талант екен ғой. Кейде көзіме жас келеді ұмтыл. Қап соларды неге жаза алмадым. Көрдіңіз ба? Енді ауылдағының ауыз сасық дейтініміз. Екінші бір мені тәрбиелеген нәрсе, біздің ауыл, біздің үй, мына шекара жаға жақын тұрдық. Шекарадан өткеннен бір 30 километр ма, сондай, көп болса бір 60-70 километр. Бала күнімізден радио, ұлттық арна, хабар арнасы, осының бәрін біз көріп өстік. Міне жетеледі осы. Осы өнерпаздардың қазіргі алды кетті, арты бар ғой, ағаларымыз. Қазақ өнерінің еңбекшісі, осы кісілердің бәрін мен көріп өстім. 8-ші класс бітіргеннен кейін менде сондай ой болды. Мен неге өнерге бармаймын осындай деп. Міне, әкеден қаннан дарыған дүние, тәрбие. Енді өзіңді сондай ортада өстің ғой. Мына қазақтың көшпелі мәдениеті дегенді қазір ертек қылып айтып жүрміз ғой. Мен сол мәдениеттің ортасында. Төл баласы ғой, бесігінде тербелген. Күшік жетектеп, тай мініп, талай заңғар асудасып, көш құлағанын да көрдік, өлгенін де көрдік, шашылғанын да көрдік, өгіз аттың. Талай дүниені. Үлкен мәдениет қой. Жүктің ауғанын да көрдік, артыстық, қойды да айдадық, сиырды да бақтық. Мен сондай ортада өскем. Соның қасиеті шығар. Кейде домбыраны алып ел кезіп сөйтіп кетіп қалатыным да содан шығар, дүние жинап. Осындай дүниелер екен. Шіркін. Мына ғылымда, орындаушылық өнерде, әсіресе ғылымда қазір енді азды көпті магистратура қорғадым, докторлық қорғадым, мынандай ұстаздар айтады, сендер практикадан өту деген нәрсе бар ғой жалпы. Сенің салаңда да практикадан өту деген ана мекемеден ана мекемеге шығып барып қағаз толтырып қайтып келу емес. Өз салаң бойынша әдебиет, ауыз әдебиетінің үлгілерін ауылда барып көруің керек. Дастан, жыр, қисан айтып отырған адамдар бар. Менің салам үшін жаңағындай дүниелерді көруіміз керек. Баяғыда Таласбек ағамыз ренжитін біздің музыка таным саласы қызық қой. Кабинетте отырып, Алматыда отырып, Астанада отырып зерттейді. Ол қалай дейді. Неге ауылға бармайды? Неге жаңағы? Мына Ағилы ағамыздың бір керемет сөзін айта кетейінші үшіден. Бір жылы дейді, Монғолияға бір экспедиция етіп бардым дейді. Содан Құдайдың құдіретін жайлауда бір үйде жатырмыз, содан ауыл енді. Қазақ үй, қол санауына. Содан ағып, сарқырап, таудың етегінен ағып жатқан бұлақтың басында, енді қазақ бұлақтың басына қонады ғой. Жұрты. Содан неше түрлі студенттер де болды дейді, жаңағы орыс тілді, қазақ ортада өскен. Содан жүрміз, бір уақытта шай келді дейді, шай кеп, самауырдан шай қойып еді, мен ішпеймін деп айтты дейді бір студент. Неге деп едім? Бағана деп айтты дейді орысша. Мен қарап тұрдым, ана бұлақтың басында бір сиыр сиіп тұр екен деп айтты дейді. Мен оны негізше мана су бұлғантып қалды ғой деп айтты дейді. Қазақ айтады, ағын суда арам жоқ дейді. Міне көрдіңіз ба? Қазақтың тұрмысын білмеу, ол сонда сиырдың бір 100 грамм сиіп кеткен ол суда тұрмайды ғой басынан аяғына дейін. Ол баяғыда ағып кетті мысалы. Ол тоқтау су емес, көл емес, көлшік емес мысалы. Міне біздің мына ұлттық санадан ажырағанымыз, тілден де ажырағанымыз, міне осындай да. Дұрыс айтасыз. Ал міне осы салада бір тұтас қарайтын дүниелер ғой. Иә, әдебиет те болсын. Осының ұшыға айналып келіп, осы күйтану мәселесіне тіреледі. Иә, міне бүкіл этнография, музыкатану, өнертану саласында мына қазақтың етене тұрмысын көру керек. Құдайға мыңда бір тәуба, сенімен біз осы ортада туылып өстік. Мен қазір ауылға апарып жасам, мал баға беремін. Малшы бола аламын, отынды да бұтай аламын. Малдың бүкіл ер ерттеу, өгіз ерттеу, өңір шағат мен 5-ке білемін мысалға. Сол ортада өстік. Соның қасиеті деп ойлаймын ұмтылжан. Бәрекелді. Тәуба Құдай, тәуелсіздіктен айналайын міне. Азды көпті келдік, шама шарқымызша білім алдық. Адам баласы үшін ең ұлы
құндылық өзің білесің, бұл еркіндік. Өте дұрыс айтасыз. Еркіндік. Екінші ұлы құндылық өзіңнің сүйген кәсібіңмен айналысу. Дұрыс айтасыз. Мен осы өнерді сүйдім, тәуба Құдай, жүріп жатырмыз. Бір адамнан, екі адамнан жаман сөз естідім, 10 адамнан жақсы сөз естідім осы күнге дейін. Бәрекелді. Тәуба, азаматтар аман болсын. Ол жақтағы азаматтар, ол жақта, бұл жақтағы азаматтар, бұл жақта аман болсын. Иншалла. Ағаларымызға, ел басындағы азаматтарға қуат. Дұрыс айтасыз. Бойымызда жаңағы адамға керек екі құндылықта, Құдайға шүкір. Қазір енді басымызда бар ғой. Ел аман болса, жұрт тыныш болса. Әңгімемізді осы бір күймен түйіндесек, Ардеке. Мүмкін өз күйіңізден шертерсіз. Өткенде Сәрсенғали ағамен болған сұхбатта Ардабидің шертпесі деген күйіңізбен түйіндедіңіз. Мүмкін басқа күйлеріңіз бар шығар. Мүмкін өзіңіздің қолайыңызға келетін бір күймен түйіндеп. Бір кісілер айтатын, енді күй шығару құдірет деп. Мен құдіретке жеттім деп айтпаймын, Құдай сақтасын. Бірақ күй шығару деген өзі заказбен немесе бір ойланып шығарайын демейді екен. Адам бір әуен келеді, Таласбек аға айтатын баяғыда. Бір мына музыкада паразитический мелодия деген болады дейді. Ол деген сөз енді түсінікті ғой, паразит топ деген бар. Паразитша тіршілік етеді ғой. Иә, бір жерге түссе жеп тынбайды соны. Сол сияқты бір әуендер болады дейді, санаңа кіріп алған. Сол бір керемет туынды болып шығуы мүмкін дейді да. Мен сондай бір әуен, керемет туынды деп айтпаймын, бірақ ұстазым Жанғалиға нотаға түсіріп, осы Ардабидің шертпесі болсын депті. Енді сол жаңағындай тұрмыстағы қасиеттерден бір шыққан әуен шығар деп есептеймін. Қабыл алыңыздар. Ардаби Мәулетұлының өз күйі, Ардабидің шертпесі, қадірлі оқырмандар, тыңдармандар. Бәрекелді. Ардабидің шертпесі десе дегендей, шын мәнінде әдемі тәтті күй екен. Шымыр. Жаңағы туып өскен жеріңіздің қоңқайлардан, мазақтардан жеткен, әшімдермен, солардан жеткен бір ұлы дәстүр мен мұндалап көрініп тұр, есіп тұр. Соның бір біздің заманымыздан түрегелген бір жаңа үлгісіндей құтты болсын, ұзақ ғұмырлы болсын туындыңыз. Қадірлі Ардеке, енді әңгімеміз түйінделіп қалған сияқты, мына уақытыңызды қиып, біздің шаңырағымызға кеп, сәлиқалы әңгіме бөлісіп, бір тың күйлерді
жұртқа жайып отырған жайыңыз бар ғой. Сондықтан қайра бір рахмет айтам. Мына музыка дегеніміз енді адамзаттың бір асыл қазынасы, адамзаттың үлкен жұбанышы, және осы уақытқа дейінгі мәдениетінің бір жетістігі ғой. Соның ішінде осы қазақтың күйі, қазақтың жаны, қазақтың рухы, елдігіміздің, азаттығымыздың бір символы сияқты. Тарихымызбен бірге келе жатқан күйдің тарихы, қазақтың тарихы, күйдің болмысы, осы елдің болмысы. Сондықтан осы жолда жүрген азаматсыз жүгіңіз аумасын дейміз қашанда. Тілекшіміз, ниетшілміз, әсіресе арғы бетте тұншығып жатқан қаншама күй мұраларын жеткіздіңіз, себепкер болдыңыз. Кешегі Уәли атамыздан қалған, осы Мұқаш сияқты ағаларымыздан қалған ұлы дәстүрді, үлгі сәлиқалы дәстүрді жалғап еңбек етіп келе жатсыз ғой. Осы еңбегіңіздің жемісін көріңіз, елде көрсін, сізде көріңіз, бәріміз көрейік. Қазақтың күйі көркейе берсін, еңбегіңіздің әлеуеті арта берсін Ардеке. Сол тілек, сол ниет, осы бір ыстық сәлеммен, осы бір ыстық күйдің қуатымен хабарымызды аяқтаймыз. Қадірлі тыңдарман, оқырман, жақсылықта жүздескенше аман болыңыздар.